Сондықтан бір жақсы қазақтың қыздары деген бір жақсы бар. Содан көрдік бір. Ay gördü biyetteder alasanı. Не достар, Тараз қаласы Асылхан ағаның үйіне келдік, тойға, құдалыққа. Құда күтейін деп жатырмыз. Құдай қаласа қазір ішін көрсетеміз. Асекең үйде жаңадан соққан екен. Вишнелер пісіп жатыр екен. Қазір сізге ішін көрсетеміз. Асекең машинасы. Үйдің ішін көрсетейік. Асекеңнен рұқсат алып деді. Асеке, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Үйді көрсем, жаңадан соққан үйіңізді көрсетеміз ба? Иә, болады. Мынау бір гостиный бөлмеміз. Гостиный бөлме. Иә. Спальный. Иә. Мынау енді санузел бұл жақ. Енді оның ішін ашып көресің бөлмесін. Мынау кабинет. Өзіңіз кабинетіңіз. Қазір кіріп ішке сізден не аламыз ғой, интервью, иә? Мына жағында не бар? Спальня ғой, өзіміздің спальня. Не, Асекеңнің өнерде бірге жүрген ағалары, әнелері, отбасы, қанша кітаптар. Мынау үйленген кезіңіз қай кезде? Студент кездегі, иә. Жаңадан үйленіп. Жұбайыңыз ба? Иә. Қазір бұл жаққа қайтып келеміз ғой. Көзін жауын алатын жердегі кітаптары Асекеңнің. Не триоса? Қазіргі составымыз. Қазіргі составыңыз, е? Ержан бүгін келмейді ғой? Бүгін жоқ, ол Сарыағашта демалып отыр. Мынаның көзім шалып қалды да, стипендия, ана жақта да бір болып қалды. Осыны айтып жібересіз ба, стипендия? Бұл енді облыс әкімінің шешімімен жалпы осы Жамбыл облысының өнердегі ардагерлеріне беріледі. Жыл сайын беріліп тұрады. Биыл 3-ші жыл беріліп жатқанына. Әне осы мәдениет күніне әне күні ғана алдық. Тағы да 300 мың теңгені. Елбасымыз ба бір сондай айтты ғой, сондай мәдениет несінде көтереміз деді ма? Иә, ол. Сондай әңгімесі. Әне күні біреуін алдық, былтыр біреуін алдық. Оның алдында 200 мыңнан беретін әкімдердің несін алып отырмыз. Жыл сайын алып тұрамыз. Енді залда, қолда бәрі осы. Зал, қол ғой, иә? Бүгін енді құда күтеміз деп қазір құдалар Алла қаласа келеді. Бұл проекті енді Европаның проектісі, бұл қазақша проект емес. Өзіңіз Евро проектін алғанбыз, сөйтіп баламыз екенбіз. Осы жердегі архитекторларға сыздыртып, осы үйді өзіміз нөлден бастап тұрғыздық. Қанша жылда соғып бітті? Бұл енді біз негізі коронавирус бастағанбыз бір жыл бұрын. Содан кейін екінші жыл басталып кетті де тоқтап қалды. Соның бір 3 жылдың көлемінде соғып бітірдік қой. Құтты болсын. Иә. Әдемі, керемет. Мына жақта ғой терраска, иә? Мынау терраса. Терраса. Бұл енді европейский кәдімгі бір загородный дом сияқты екен ғой. Сондай болып. Орманның ішінде тұратын үй сияқты. Кең жерде тұратын. Мына жер кең болмаса мына үй сыймайды бұл жерге. Иә, кең жер.
ана қаланың ішінен жер алсаң бір 8 соттық 6 соттық аласың да не есің алдынан машина келе алмайды, не көршінің алдына қоя алмайсың. Тар бір этаж үйде тұрған сияқтысың ғой қаланың ішіндегі жер үйдің өзі. Сол жердің кеңдігі сол керек та. Қазақстан жері қандай кең, ішінде отырып алып бір-бірімізбен тақасып отырмыз да бүйтіп. Ананы айтып жібересіз бе ана? Ол камин пеш. Ана жұмыс жасай ма? От жағамыз, аха. Мынау қыста, иә? Несін, есігі бар, өйткені шатырлап бер жан шашырамау үшін от. Бұл кәдімгі натуральный сексау немен ағашпен жағамыз. Жанады, Аха, жанады. Қазір жақсаң ысып кетеді, сол кішкене күн салқын шейін. Екінші этажда 2 аспан не ма негізі? Аха, екеуі ғана. Көрейік. Біз ол көп бөлмелі не қыламыз? Европейский. Жақсыны көрмекке дейді ғой Асеке. Бұл проектіде үсті бір-ақ бөлме болатын. Осы үлкен осы бір. Негізі ма? Иә, бір спальный тұрады да, соны айналып кете беретін. Бәрі гардероб болатын. Біз оны өзіміз қазақшалап үшке бөлдік. Ортасын санузел қылдық. Душевой, иә? Аха, душ, ваннасы мен туалеті бар үстіндегі нелерге. Балалардың бөлмесі ғой үстінің бәрі. Бұнаяқта қыздарымыз. Жүре бер, жүре бер. Қыздар. Немерелер, немерелер, жиендер. İşte. Гардероб. Анау артық мебельдің қажеті жоқ, тек гардеробпен нетеміз. Оның бәрін мебельді сындырып тасып жүрмейміз. Мына жақта да бөлме. Даланың обзорын мына жерден көрсең болады. Мына жерін бақ күшті бөлме екен. 30 қанша дедіңіз? 30 соттық жер. Дәу екен ғой. Таза. Тамаша, Асеке. Күшті. Иә, мына жерден гаражға. Бір адамдар келген сияқты. 2 машина тұрады гаражда. Өзіміздің жіктер ғой. Ноян келді, ноян. Мына жағымызда тағы бір санузел бар. Мына жақта бір комната. Мынау кухня. Мына кухня ғой, иә? Мына жақ летник дейді ғой, жазда отырғанда. Бұның асты погреб. Мына жақтан да шығып кететін есік бар. Жан жақтың бәрі есік. Жан жақтың бәрі есік. Күшті. Келгенде ары бері жүгіп жүрмейтін кухнядағыларға. Мына джип неге шығатын ғой? Рыбалкаға баратын джип сияқты ғой. Иә, сондай. Сондай джип. Ол қызымдікі. Достарыңыз келіп жатыр. Иә, иә. Бүгін біз Тараз қаласындағы Тараз триосының Асылхан ағамыздың үйіне келіп отырмыз. Құдалыққа Асылхан ағамызға 1-2 сұрақ қойып интервью алмақшымыз. Қош келдіңіздер. Келіп қалдық. Кеше тойда кездесіп қалдық ағамызбен бір тойда. Не берді? Ат басын біріп отырмыз. Мына ағамызбен танысқымыз келіп. Мына қонақтар келем дегенше кішкене интервью алсақ Асылхан аға. Жақсы. Өзіңіз неден бастап, қай жылғысыз, содан бастасақ, қай ауылдың тумасысыз? Мен енді 1960 жылы сонау Мойынқұмның бұрын Талдыөзек совхозы дейтін, қазір Қылышбай ауылы деген жерде дүниеге келгем. Кезінде Кеңес одағы кезінде Карл Маркс ауылдық қоятын ауыл. Сол ауылда 60 жылы 28 ақпан мына Жамбыл Жабаев атамыздың туған күні болып жүр, 28 ақпан. Сол менің де туған күнім. Жамбыл атамыз біздің Мойынқұмның Жамбыл тауының етегінде туған. Сондықтан сол ауылдан, біздің ауылдан болғанымен атамыздың сол туған күнімен қатарлас болған өзімде бір жақсы нәрсеге балаймын енді атамызбен қатарлас туғаныма, жаңа туған күнім қатар болғанына. Жыл сайын мақтанып қоямын, мәртебе мен үшін Жамбыл атамызбен сол кісінің туған күнінде. Енді осы Тараз қаласына келіп оқыдым, гидроинститутта, мына Жамбыл гидромелиораттық құрылыс институтына 78 жыл түсіп, 83-те бітірдім. Сол қалай 78-де осы жерге келдім, сол ән айтып, танылып, содан Алла тағала ансамбліне шақырып, ол кездегі руководителіміз
марқұм Мұхтар Рахманқұлов Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері, Жамбыл облысының құрметті азаматы еді. Осы 2 жылдан асып бара жатыр, дүниеден өтіп кетті. Ол үйдегі жеңгеміз де өтіп кетті дүниеден. Енді соның бүгінгі себепкері сол кісінің баласын былтыр үйлендіргенбіз, соның биыл құдалық тойы, бесік тойын жасап жатырмыз. Бүгін сол кісінің құдасын күтеміз. Дүйсекеңде кезінде триоға қатысқан біздің Дүйсенбек Өмірәлиев, Қазақстанның Қазақстанның мәдениет қайраткері, мынау Кенен атамыздың әндерін насихаттаушы, одан кейін жаңағы Манарбек Ержановтың школасы мен консерваторияда сабақ берген, кейіннен енді бір жағдайлармен жабылып қалды. Әйтпесе бұл кісі сол Манарбек Ержановтың кейіннен қалған көзі осы Дүйсенбек Өмірәлиев. Кезінде Алтынбек Оразбеков ағамыз болған, Дүйсекеңмен өнерде жолдаспыз, әрі бауырымыз. Сізден кіші ма үлкен ба? Дүйсекең кіші. Бір жас кіші ма? Құрдас екен ғой. Сол Дүйсекеңді Мұхаңның көзін көргендерді шақырып жатыр. Бүгін Алтынбек ағамыз да келеді, осында Бекмұратов деген ағамыз. Қоразбаев келе алмайын деді, бірақ рахмет деп жатыр. Ол кісілермен де бірге жүргенсіздер ме? Бәріміз триода. Мен енді Қоразбаевтың орнына мен келдім, 78-ден 79-ға қарай Қоразбаев филармонияға директор болып кетті да. Соның орнына триоға мен келдім. Содан мен біраз айтып жүріп, кейін мен ауылға бір жағдайлармен ауылға жұмысқа ауысып кеттім. Сол кездерде Дүйсенбек, Есенбек, Сәтжан деген азаматтар бірге жүрді. Мұхтар Рахманқұлов ағамыз, Сәтжан кейін келді. Сол біріміз кетсек, орнымыз толықтырып отырады да, сол Мұхтар ағамыз бәрін басын қосып отқан. Трио қай жылы құралды? Трио 74-ші жылы құралған екен. Алтынбек Қоразбаев халық әртісі, сол кісілер Мұхтар Рахманқұлов, негізін қалаған. Алтынбек Бекмұратов үшеуі негізін қалаған. Сол үш кісінің ішінен Мұқан ғана кетіп қалды ғой. Қоразбаев бар, Алтынбек Бекмұратов қазір келеді, Алла қаласа. Одан кейін Берік Қалиев болды, Пернебек Оспанов болды. Бәріміз сол кезектесіп айтып жүрдік. Берік, Ержан кейін сен үшеуің жүрген. Сөзден бастап Берік, Ержан үшеуміз болдық, иә. Одан Берік кетті, оның орнына Ноян келді. Сонымен сол бәрі жаңа бір ұрыс-таласпен кетіп жатқан жоқ, өзі бір өмірдің ағымы, өмірдің несімен, әркім жұмыс бабымен кетіп жатты, ауысып жатты. Сөйтіп 50 жылдық тарихымызды 24-ші жылы концерт беріп, 50 жыл болды деп, мына Алатаудан басталған әуен деген кітапты шығардық. Осының ішінде мына осы трио қатысқанның барлық интервьюлері, бәрінің әңгімелері бар, суреттерімен. Маған бір кітап подарок етесіз ғой, ішінен бала ма? Болады, Алла қаласа. Енді мынау осы әйтеуір кішкене қолымыз ауызымызға жеткеннен кейін бір үй салып, осы қаланың шетінен Бәйтерек деген ауылдан осы үйді салдық. Ол жоғарыда тұрған сурет менің әкем, Мәдіхан деген. Ана кісі ма бірінші тұрған? Иә. Одан кейін астына төмен қарай түссең, анау Құдайберген Сұлтанбай, Досымжан үшеуміз тосыннан түсіріп алған екен. Одан кейін бері қарай мынау Берік қой анау. Мұхтар Рахманқұлов, Пернебек Оспанов, мен үшеуміз. Одан кейін мынау астында енді Шыңғыс Айтматов ағамыз Арғы басындағы тұрған. Иә, сол кісімен Түркияда түркі халықтары фестивалінде кездескенбіз. Мен немерелерім ары қарай көрсетеміз. Мына жерде Бозымбаевтың маған жаңағы еңбек сіңірген қайраткер награданы беріп тұрған кезі. Мынау біздің наградалар енді алған. Мынау менің атам Шүңірек, фамилиям Шүңірек қой. Мынау апам Үзіл деген кісі. Менің әкем Мәдіхан, анам Жәмила. Енді әкеміз ертерек қайтыс болып кетті. Мен 3 жасымда қалған екем әкемнен. Мына жақта енді мынау менің анамның әкесі. Бұл кісі соғыстан келмей қалған Ахмет Велеу деген кісі. Мынау менің қайын жұртым, енді атам Жұмакүл мен үйлегі кісінің жалайырлар ғой. 2 мәрте ассоциация еңбек ері Жазыбек Қуанышбаев. Бұл кісі енді бізге еңбегі сіңген шопандардың маршалы дейтін. Біздің жақын атамыз болып келеді, жаңағы немере ағайындар. Мынау Кенен атамыз, осының әнін айтамыз, Көкшолағын айтамыз. Көкшолаққа айтатын достарыңыз келе ма қазір? Келеді, Ноян келеді, Ержан Сарыағашта демалып отыр. Мынау менің ең кіші немерем Әмір деген. Мынау менің әкем 55-56 жылдар ең алғашқы Москвичті Мойынқұмға келген. Жекеменшік машине. Бұл кезде кәдімгідей бұл иномарка ғой. Иә. Қол жеткен алады ғой. Мынау менің Дана деген немерем. Жұбайыңыз ғой мына жанында тұрған. Иә, Жұмакүл біздің үйдегі кісі. Мына жердегі менің балаларым, балаларымен
Балам келінім, тамаша. балам Ғали, келінім Айнұр, мына немерелерім Бауыржан, Санжар. Шымкентте Дана тұратын деген. балаңыз ба? Шымкентте. Керемет. Мынау сонау 87 жылы Алтынбек Оразбек осы Жамбыл облысынан Қарлығаш Қожағазина, мен және Мейрамбек Беспаев Москваға барғанбыз. Мына Мейрамбек Беспаев па? Мейрамбектің мынау анасы жанындағы мынау Мейрамбек. Алтынбек Оразбеков ағамыз менің. Анау мына Дүйсекеңнің ұстазы Алтынбек Оразбек. Мына ма? Аха. Бұл кісі де керемет айтатын әнді. Сол Москвада Кремльде площадьта түскенбіз. Бұл 87 жылы. Мейрамбектің кішкентай кезі. Ол кезде Алтекеңге шәкірт болмай тұрған кезі. Трио мына жерде Қай 80 жыл екен? бұл 80 жылы стадионда үлкен концерт болған. Сол стадионда жамбылдық домбырашы әншілер триосы дейтін Алатау. Біздің Таразда ма? Біздің Таразда болды. Мына Мұхтар Рахманқұлов ортадағы шетіндегі Алтынбек Бегмұрат Қоразбаев кеткеннен кейін мен келгенмін. Сол жылдары. Мынасында? Иә, мынау мен. Бойыңыз ұзын. Ал енді мына жерде мынау Мейрамбек Беспаев екенбіз. Сол Москваға барып келгеннен кейін Мойынқұмға барып концерт бергенбіз. Сол кездегі түскен суретіміз. Москвадан келгеннен кейін. Бір есепті концерт береді ғой сондай. Кеңес дәуірі кезінде сонау 83 жылы Чехословакияға бардық. 85 жылы Болгарияға бардық. Ол кезде шетелге бару деген өте қиын. Осы баян домбыра ғой толқы, иә? Ол кезде 3 домбыра болады. Тек домбыра. 3 домбырамен одан кейін Алатау ансамблінің құрамы барды. Ана фольклор топ болатын сол кезде, сол немен қазақтың салт дәстүрін көрсету мәтінесінде. Сол кезде ол жақта да қазақтар болды ма сонда? Ол жақта қазақ емес, тек чехтар болды барғанда. Жақсы қабылдады ғой бірақ, бәрі қабылдайды ғой. Анау шетелде біз қалай оларға бір қызық қой. Біздің домбыра, қобыз, инструменттеріміздің бәрі. Соны қызықтап қарайды, тыңдайды. Сөзін түсінбесе де әуен бәрімізге ортақ қой. Сондарын. Одан кейін енді егемендік алғаннан кейін бері қарай Түркияға 2 рет 3 рет барып қайттық. Түркі мемлекетіне. Әр барғанда сол 7-8 қалаларында концерт бердік. Бірінде ата заңымыздың 10 жылдығына бардық. Түрксой деген түріктің түркі тілдес халықтардың орталығы бар. Соны біздің Қасейінов деген біздің Қазақстанның бізде министр болған кісі сол кісі басқарды. Сол кезде 2 рет бардық. Екінші барғанымызда Наурыз мерекесін өткізуге бардық. 7-8 қаланы аралап концерт беріп. Ол жерде енді қазақтар да бар, түріктер де бар, барлығы енді. Содан кейін түркі тілдес мемлекеттің барлығынан келеді. Қырғыздар да келеді. Басқа осы кімдер жатады, соның бәрі келіп, өздерінің группаларымен келіп концертті бірге қойып жүрдік сөйтіп аралап. 13 жылы Польшаға бардық. Польшаның Варшава қаласы мен біздің Тараз қаласы достық қарым-қатынаста болып, сол жерге барып, ол жерде де концерт беріп қайттық. Енді поляктар ол жерде көбіне орыс тілді дейміз ғой, енді поляктар өзінің тілінде, бірақ біз концертімізді бердік, келіп тыңдайды, қызықтайды, көреді, инструменттерді көреді бәрі. Онда барып. Балдардың бәрі үйленіп, аяқтанып кетті ме? Иә, бір ұл бір қызым бар, екеуі де үйленген, тұрмысқа шыққан, немерелер бар, Аллаға шүкір. Ұлдан сол Алланың берген 4 немересі бар. Үлкені қыз, одан кейін 3 ұл. Жүрген бір қыз ғой, иә? Мына қыз Алматыдан келіп отыр қазір. Қызымда сол 4 қыз, 1 ұлы бар, 5 жиеніміз бар. Көріп жатырмыз, жемісін жеп жатырмыз. Өнердің де, өмірдің де Алланың берген нәсібесін көріп жатырмыз. Мына Дүйсекең деген әрі досым, әрі бауырым дедім ғой. Біз өнерде ең жақын азаматпыз, бірге жүрген. Қазір сізде кішкене бар ма өнерде? Өнерде ғой қазір. Алматыда. Айтып отыр ғой, 1961 жылы Айша Бибауын Мамдерде. Еліңіз кім? Ойық, Қызылбас. Одан кейін ата бабаларымыз Жамбыл саласы одан Ждан тұрған, Сади Шакир. Сол жақтан 10-шы мектепте Ақкөл саласы одан орталығы. Сол Ақкөлде бірінші сыныпта Мәдібар деген ауыл бар ғой? Бестерек. Сол Мәдібар атаның үйінде 9 жыл тұрдық. Сол бірінші класста сол Мәдібар ауылынан 1-ден 4-ші классқа дейін сол жаңағы ауылда болдым. Енді біз кішкентайымыздан өнерге құмар болдық. Жаңағы Негізі қандай сыныпта ойнайсыз? Домбыра ғой. Домбыра. Жаңағы кішкентайымыздан Ригонда деген радио болатын баяғы маңдай. Үстінде пластик. Көкеміз алып келді, пластинка күй табақшы. Алпамыс батырлар жыры бар ғой. Соның бәрін тыңдап өстік.
Соны кітаптарын әкеп қойып қойды. Жаңағы үлкен ағамыз естеміз, ең алғашқы ұстазым домбыраға үйретіп әнге баулаған мені. Сөйтіп сол жерден жаңағы жырға, әнге деген, қырғыздың әндеріне деген ой ықыласымыз оянып, бірақ әнші боламын деп мен ойлаған жоқпын. Баяғыда мектепте жүргенде айтушы еді ғой, қандай мамандық таңдайсың деген жаздырушы еді ғой. 8-ші класста и 10-ші класста. Сонда мен шофер боламын деп жаздым. Сонда да өлең айтамын ғой, бірақ мен ән шығады деп ойламаған. еш ойлаған жоқпын. Содан Ақкөлге барды. Ақкөлге барғаннан кейін Алтынбек Оразбек ағамызды көрсетті ғой. Сол Алтынбек ағамызды көрдім. Ой, радиода мынандай әншілер тек радиодан, телевизордан естиміз. Ауылда да осындай адам бар екен ғой деп жаңағы. Сөйтіп әнге қарай көңіл бұрып, жеке әншілікке. Мектепте жүргенде, мысалы мектепте жүргенде мен өлең айттым. Шерхан деген ағайымыз болған. Шерхан ше, Серікбаев деген біздің класс жетекші математикадан бері. Әрі интернатта тәрбиеші, қадағалайды тәрбиесін ше. Сонда мені шақырып алып, домбырамен барып 8-ші класс, 9-ші класс, 10-ші класста оқып жүріпші. Ол кезекшілік болған кезде мен мектептің интернаты. Интернат ше, сол интернатқа барамын да алпамыс сияқты батырлар жерін ашып қоямын. Сағат 9-да, жоқ, мен өзім айтамын. Негізі бар еді ғой. Айтамын да 2 сағат. Ол бұрынғы өткен өмірде естіген сөз көңілді, бұл оқиға айтылар 3-4 сағат кемінде. Жиделібайсың жерінде, Көкторғынды елінде деген айтам. Сонда 58 жылға, 59, 60, 61, одан кейін тағы қанша солардың бәрі жаңа менің айтып отырған батырлар жырын тыңдап, сөйтіп ұйықтайтын олар. Көрдіңіз ба? Мен сол 8-ші класстан бастап жаңа. Сөйтіп жаңа Алтынбек ағамыздың жаңағы Көкшолаған, Қатырбай, Сайрауыл деген желдір, Исан желдірмесі. Сөйтіп Нұрғара деген ағамыз болған. Манарбектің бақыт жер деген өлеңді айтады. Сөйтіп сояға одан кейін менің атам осы жерде текстиль фабриканың директоры болды. Менің әнімді естіпті. Сен қаяқта жұмыс істейсің? Ақкөлде. Армиядан келіп қайтта жұмыс істеп тұрмын ғой. Айлығың қанша? 90 сом. Мен саған 250 сом берем, маған фабрика жұмысқа келсейші деді. Көрдіңіз бе? Әр нәрсе бір себебі бар. Слесарь болып жұмыс істеп жүріп, Жамбыл облысы Қалықтан Қайнары дегенге бардық қой, сіз барсыз ғой? Бардық қой. Сол Бағдат ағамыз мені іздеп келді фабрикаға. Осындай Алматыға барайық деп жатырмыз. Жамбыл облысы Қалықтан Қайнары. Соған сен бір өлең айтсайшы. Айтайын. Кенен атамыздың Көкшолағы дедім. Мынау ғой Қалықтан Қайнары деген сөздегі. Оны дедім мен, оны сенің Алтынбек ағаң айтады деді. Көкшолақта. Телевидениенің бастығы Камал Смайылов ол кезде. Онда мен Сайрабылды айтайын дедім. Сайрабылды айтып, сөйтіп кетіп барған кезде Әбілектің Әлиев бар ба ағамыз? Соның үйіне соқ. Әбеке, мен Алматыға кетіп баратырмын. Жәнібек Кәрмен. Ойбай, мен оның записін басып алғам. Ақселеу Сейдімбек. Сол екеуінің жаңағы несін басып алғам ғой, телевизордағы запис. Сөйтіп соны тыңдап, Жәнібек Кәрменді іздеп барып, 83 жылы ғой, 83 жылы сәуір айының тура 9 күні студияға іздеп барып, осындай Манарбектің әнін айтып, ана кісі, Манарбек деген әнші ол дүниеден өтті. Із-түссіз, іздеусіз қалды. Сен шәкірт қалған жоқ. Сен сол тарихты кішкене айтып берейін, керек болса аларса, керек болса үзіп тастайсыздар. Сонда Жәнібек Кәрменді айтып бердім осы Сайрауылда. Содан қабағы түйіліп кеткен бірінші Көкшолақта айттым, екінші Сайрауылда айттым. Бірақ көңілді өлең ғой. Бұл кісінің қабағы неғып түйіліп отыр деп қоямын. Сөйтіп өлең біткеннен кейін сендер бұл ән туралы, бұл әнші туралы не білесіңдер деді ғой. Кезінде гастрольде жүреді дейді. Жүсіпбек Елебеков, Жәнібек Кәрмен ағамыз екеуі. Тура Асекемен Мейрамбек сияқты екеуі гастрольге барған. Аға, шәкірті ғой. Телеграмма келді дейді. Осындай да осындай Манарбек Ержан қатты ауырып жатыр. Сені іздеп жатыр, Жүсіпбек Елебековті айтып жатыр. Келсін деп жатыр дейді. Сол екеуі келген Манарбек атамыздың үйіне. Сөйтіп ұзақ әңгімелесті дейді. Сөйтіп бір Құдайға тапсырдық, шипасын берсін деп шығып, мен бөлмеден шығып кеттім дейді. Ал аталарым бер жақта қалды дейді. Сол кезде, ей, Жүсіпбек деп тоқтатты Манарбек. Сен анау Ғарифолла екеулерінің Құрманғалиевті айтып жатыр. Ғарифолла екеулерінің армандарың жоқ, ал мен арманда кетіп баратырмын. Әгер әки менің әнімді біреу айтып келетін болса, саған аманат.
Соны тура жолға саларсың депті ғой. Сонда Жәнібек Кәрменов марқұм ұстазым. Ұстазыма айтылған аманатты маған орындама тура келіп тұр деп өзін айтып тұр. Сен студияға мен оқуға түсуге келемін деп тұрмын ғой. Изам кезінде оқуға түссін деп есептер өзіңді. Есепте. Сен өзіңді, мен сені Манарбек Ержановтың әншілік мектебіне бағыттап, сол мектепті ұстап, тәрбиелеймін. Сол мектепті ұстаушы адам боласың. Содан бастап, Манарбек Асекең айтты ғой, Манарбек Ержановтың әншілік мектебін ұстап қалған Қазақстанда әнші Дүйсенбек деген ағамыз мен боламын. Достар, көрдіңіздер ме? Адам өзі жібе берсе көре біледі деген. Кеше тойда бірге болмағанда Асылхан ағамыз болмайды. Бүгін болмайды. Кеше сол жерде отырып кішкене шай ішіп тамақ мына аппаратты алып келсек біз үйге деп. Қазір мен Алматы қаласы мәдениет басқармасы Алатау дәстүрлі өнер театры бар. Сол театрда актерлар, актрисалар бар. Сосын өзіміздің халық ән, дәстүрлі әншілер бар. Соларға бағыт бағдар беремін да, ана актер, актрисалар міндетті түрде домбырамен өлең айту керек. Ән айтпаса жұмыстан шығады. Әрқайсысы Алматыда тұрамын. Сол жерде ең кемі 5 ән, алды 20 әнге дейін дәстүрлі әнмен айтып шығады. Алматыға да бара деген. Міне, ал енді бұл жаққа келген себебім, бүгін бүгінгі құдаларды аға, одан кешке өзімнің туған құдамыздың баласы үйленіп жатыр, соған келіп тұрмын. Ал енді мына жерде көршіміз деп айтып қалдым ғой, мен екінші балам, мына Шөлдала деген ауыл бар, сол жерде 2 жыл болды, үй бастап, осы биыл наурыз айында бітірдік. Баласы салып бітірді. Енді бұл анаяқта да мынаяқта тұрады, анаяқта да бала бар. Алматыда үлкен балам тұрады, осында кіші балам, осы жерде Асекеңнің көршісі. Арамыз 3 километрдей болып қалады. Таудың етегі, ауа деген мана бақшасын көрдіңіздер ме? Қараңыздаршы, мен түсіріп қойшы. Керемет, мана қарап тұрмын. Малина бар, клубника бар. Диханшы, баяғыда осы жерде Саякүл деген апамыз болған. Мен өзі диханшылықпен де айналыстым. Өнермен де, үй соғымен бәрі келеді. Сонда маған айтатын, Саякүл деген осы Амангелдіде апамыз тұрады. Балам дейді, 70-ден асқан кезде арықтан арыққа секіріп кетпен алып жүгіріп жүретін. Сені дихан бабам қолдаған екен деп қойды. Өзінің пиязына қарайды да, менің пиязыма қарайды. Менің пиязым мынандай қызыл ғой. Ана кісіңізге мынандай кішкентайлау. Сен анда-санда бір келіп кетесің. Мен кешке дейін өште жүремін. Мына пиязды қарашы, екеуі қалай болып тұр дейді да. Сөйтіп Асекеңе қарап отырмын. Дихан Алла қолдаған диханшы, қолынан бәрі келетін жігіт деген көрініп тұр. Сол тарихымыз. Кезінде Жәнібек Кәрменов ағамыз Дүйсенбек қасыңа бір әнші, бір күйшіні ертіп алды. Жұлдыз ресторанына келді, сол жерде бір ағаң 60-ға келеді, мен соны басқарамын деді. Алматыда. Сөйтіп бардық. Енді біз кіреберісте отырмыз. Айт деген кезде кіріп өлең айтамыз, не болып жатқанын да білмейміз, әйтеуір 60 жас. Той бітті, елдер шығып жатыр. Тойдың егесі бәрін құттықтап, рахмет келгендеріңдер деп жатыр. Сөйтіп бізге көз түсіп кетті. Ей, мына балалар әлі тамақ жеген жоқ қой. Не болып отыр бұл жерде? Дастархан дайындаңдар деді. Қазір мен қонақтарды шығарып саламын деп. Дастархан жайып, тамақ ішіп, студенттің бір тойғаны, байыған деген, тойып ішіп, сосын Жәнібек Кәрменов ағамыз. Батыр аға, Дүйсенбек балаңызға бата беріңіз деді ғой. Сөйтсем, 60-ға келген кісі ағамыз. Рейстаққа ту тіккен Рахымжан Қошқарбай бекем ғой. Сол кісіден бата. Көрдіңіз бе? Қай жылдар болды? 84 жыл, 60-ға келіп отыр ол кісі. 84 жыл. Мұндағы көзін көрген. Рахымжан Қошқарбаев, сосын Қасым Қайсенов, Талғат Бегелдинов, сол кісілердің алдында отырып әңгімесін тыңдадық. Қазір айтасыз ба әңгімеңізді? Нені? Өлең айтасыз ба? Жоқ, айтып жүрмін. Айтады ғой. Мен ана бізде жеке әнші, түремен де өлең айттық. Одан кейін Керулен деген тобымыз болды. Айгүл Үлкенбаева деген күйші. Еділ құса деп дауыспен. Қазақстанға еңбек сіңген қазір енді халық әртісі болды ғой Айгүл. Солардың құрауымен топ болып Керулен деген топ құрғанбыз. Ол топ бар әлі бізде. Концерт болып қалса анда-санда бір шығып тұрамыз. Қоймаған сәл. Мына Сәрсен Аманжолов деген академик профессор ағамыз болған. Сол кісінің бір әдемі сөзі бар. Мұғалімнің айналысатыны
үнемі қозғалып өзгеріп өсетін өркендейтін тірі адам болғандықтан біркелкі әдіспен шектеліп қалуға болмайды. Ол үнемі жаңадан жаңаны табатын өнер дейді. Домбырамен жеке өнер аз деп жатсыз. аға жеке өнер аз. Жаңа айтып тұрмын ғой, жеке әнші триомен де айтты. Жаңа басқамен де айтады өзіміз. Жаңа диқаншылығы да бар. Ол да өнер ғой. Үйде де соғады. Проекттің бәрін өзі. Мына мен сатып алған болсам, с нуля соққан. С нуля соғады. С нуля. Проекттің өзі сіз бе? Проектіні өзіміз интернеттен алдық. Енді бүйтіп құрайды ғой енді әркімнен. Жақсында көрінбек дейді, ананың жақсысы бар, мынаның жақсысы бар, сол жақсыны құрап. Бәрі ерекше. Ерекше. Мына Асеке, сіздің бағыңыз бар? Мынаны өзіңіз ектіңіз ба? Иә, өзім ектім. Басынан бастап, ә? Бәрін өзім, с нуля өзім ектім. Мен жаңа ана жақтан Меркіден әкелдім көшеттерді. Мына жүзімдерді, мына осы Свекла совхоз деген бар екен, мына Байзақ жақта. Сол жерде бір орыс жігіт өсіреді екен, сол жерден әкелдім. Одан кейін мынау Мешниковада бір агроном жігіт өсіреді екен, сол жерден әкеліп отырғызғам. Бәрін талдардың бәрін жеміс талдар ғой, ә? Жеміс талдардың бәрін бірін Меркіден әкелдім, бірін осы жерден алдым, әйтеуір бәрін құрастырып отырғыздым ғой. Ішінде бәрі бар, алмасы да бар. Пісіп жатқандар бар ма ішінде? Енді черешнялар пісіп қойды. Ол уже теріп жеп қойдық. Мына есіктің алдында бір вишня пісіп тұр, енді пісіп жатыр. Персик енді піседі, персик салды. Былтыр жақсы салған, биыл аздау болды. Жүзім биыл Аллаға шүкір жақсы салып жатыр.